яғни оралман қандастар деген 2 аптаның ішінде 42 000 просмотр жинапты, 200 комментарий бар ішінде. Сонымен бірге мына комментарийдің арасында Қайрат Нұртас Қарақалпақстаннан Қайрат Нұртас қалпақ деп көп жазыпты, 3-4, яғни соның ішінде. Жалпы келетін болсам, кішкене қарап, Қайраттың өзі болсын, оның Қайраттың әкесі болсын, өзі Түркістан облысының тумасы. Мен қараған бойынша, яғни Нұртас Айдарбековтың өзі соқыр махаббат деген кино алады. Ей, көке, сен қайдан жүрсің? Қаласаң келесің, қаласаң кетесің. Прокатный деп алмайлы мені. Өзіміздің қазақтың жігіттері барлығы. Енді Қайраттың әйеліне келетін болсақ, Жұлдыз Әбдікаримова, ол Қарақалпақстаннан екен енді. Қарақалпақстанның тумасы, бізге көшіп келген. Сол себептен де айтатын шығар, Қарақалпақстаннан өтіп негізі Қайрат Нұртасты. Жалпы осылай менің білуім бойынша. Сонымен бірге бұл оралман статусы 2009 жылы өзгертілген. Қандас деп қашқынның балалары дейді, анау мынау деп көп айтады негізі сырттай. Соға келетін болсам, қазіргі Қазақстанның шекарасымен, бұрынғы Қазақстан шекарасымен салыстыруға келмейді негізі. Бұрындары 19-20 ғасырларда біздің қазақ жерінің шекарасы үлкен болды қазіргі уақыттан. Яғни Орынбордың өзі қазіргі Россияда тұрған біздің қазақтың жері болған негізі. Орынбор қаласы астанамыз болған алғашқы. Қандас этникалық қазақ бізге көшіп келгеннен кейін қазақтың жеріне 5 жылдай тұрады. Қандас атанады, 5 жыл тұрғаннан кейін барып азаматтық алады. Қандастарымыз көп. Өнер саласы болсын, білім саласы, медицина, ғылым саласы болсын, тек қана көрінбей жүрген әлі көптеген қандастарымыз бар. Ғылым саласы болсын, өнер негізінде көп қандастарымыз. Сол, давайте лайк басып тіркеліп отырыңыздар каналға. Рахмет.